Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жағдайларыңыз қалай? Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сәлеметсіздер ме? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жарайсыздар. Жақсы көңіл-күймен бастағандарыңыз өздеріңізге де жақсы. Апай, біз қазақ әдебиеттен ертең аламыз ғой, иә, бір жұбы? Иә, оны келесі жолы. Ертең. Кәнекей, оқушылар тағы да қосылып жатыр. Үй жұмысына дайындалып отыра қойыңыздар. Сіздерден қазір сұраймыз, иә, оқушылар? Бір-бірден қазір оқушылар кіріп жатыр, жарайсыздар. Сәлеметсіз, апай. Сәлеметсіз бе? Апай, сіздің микрофон. Сәлеметсіз бе? Сіздерге міне WhatsApp желісіне жібердім. Zoom-ның сілтемесін, код доступаны. Біз WhatsApp желісінен де жұмыс істейміз. Жарайсыздар, Zoom-ға қосылып жатырсыздар. Қазір оқушылар қосылып жатыр. Үй жұмысына дайындалып отыра қойыңыздар. Қазір сіздерден сұраймын. Ал сәлеметсіздер ме, оқушылар? Біз сабағымызды бастап кетсек.
иә, сәлеметсіздер ме? Ал психологиялық оқу сіздердің көңіл-күйлеріңіз қандай? Кәнеки айтып жіберсеңіздер. Көңілді. Жақсы, жарайды. Тамаша. Тамаша, иә? Тамаша. Енді қызығушылықты ояту, иә? Тақырыпты болжайық. Мына суреттерге қарап, сіздер тақырыпты болжап көріңіздерші. Кәнеки оқушылар. Мысалы, мына суреттерде не көріп тұрсыздар? Адамдардың? Менің ойымша. Ja, айта қойыңыз. Балалардың. Менің ойымша балалар. Балалар, отбасы. Яғни бұл адамдардың сырт келбеті тұр, иә? Қараңыздар. Және өмір салты. Жарайсыздар. Сабақтың тақырыбы сыртқы келбет және өмір салты. Біз оқу мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді дауыс ырғақтар арқылы қыстырма, қаратпа, удағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысу, өз пікірін білдіру болуы керек. Сабақтың мақсаты оқушылардың барлығы коммуникативті жағдаятқа сай эмоционалды сөздерді айта алады. Оқушылардың көбісі дауыс ырғақтар арқылы қыстырма, қаратпа, удағай сөздерді еркін қолданылады. Оқушылардың кейбірі диалогке даярлықсыз қатысады, өз пікірін білдіре алады. Енді сіздер үй жұмысын тексерсек, 5-ші тапсырма 133-ші. Апай, мен 14-ші тапсырма 35-ші бет, иә? Кейбір оқушылар маған WhatsApp желісіне үй тапсырмасын жіберді. Жарайсыздар. Қазір енді кім үй тапсырмасын айтады? Айта қойыңыздар. апай, мен айтсам бола ма? Бола. Апай, мен айтсам бола ма? 5-ші тапсырма. Сөздер. Ат, іш, шешен, үй. Амонимі аттың. Оның аты Марат. Аттар су ішіп тұр. Синонимі жылқы. Антонимі атпа. Іш, үйдің іші кен. Әже шай. Синонимі жоқ. Антонимі сырт. Шешен. Амонимі Қазыбек би, сөзге шешен адам. Қазақтың билер шешені сөйлейді. Синонимі тапқыр, ділмар, майталман. Антонимі бос сөйлейтін адам, адма, ақылсыз. Үй. Амонимі қанаттың үй әдемі, шөпті бір жерге үй. Синонимі жоқ. Антоним үйме. 14-ші тапсырма. Иә, оқи қойыңыз. 14-ші тапсырма. Өзіндік пікір идея. Иә. Өзіндік пікір идея. Сабақты сыртқы келбет пен ішкі және дүние туралы білдім. Иә. Дәлел 2 сөйлем келтіру керек. Сыртқы келбет көз, қаз, дене бітімі, ішкі жан дүние адамның жан қуаты. 3. Өз пікірін дәлелдейтін мысал 2 сөйлем. Адамның сыртқы келбеті оның ішкі жан дүниесі хабар беріп тұрады. 5. Өз пікірін 5. Қарсы дәлелде жоққа шығаратын мысал 2 сөйлемнен тұру керек. Кейбір адамдар сыртқы келбетін ішкі жан дүниеге еш қатысты жоқ дейді. Сыртқы келбеті астамен берген дұрыс. 6. Қорытынды 2 сөйлем тұрады. Киім кию талғымнан ақылға жүгіруді қажет. Жарайсыз. Міне сіздерге қалыптастыру яғни тауға шығу тәсілі арқылы сізге тамаша деген, яғни таудың басында шығып тұрсыз. Жарайсыз сізге. Мөнира, ары қарай жалғастырсақ. Мен оқысам бола ма? Иә, әрине, оқи қойыңыз. 5-ші тапсырма. Ат. Амоним. Оның аты жұлдыз. Аттар су ішіп тұр. Синоним жылқы. Антоним атпа. Іш. Амоним үйдің іші кең. Ата шай іш. Синоним жоқ. Антоним сырт. Шешен. Амоним би, сөзге шешен адам. Синоним тапқыр,
Антоним бос сөйлейтін, қанаттың үйі әдемі. Шөпті ана жерге үй. Жарайсыз, Карина. Шөпті ана жерге үй. Жарайсыз, Карина, сізге жарайсың, яғни таудың ортасына келістір, я? Сіздерге енді ары қарай жалғастырсақ. Енді сіздерге осы сиқырлы ұяшықтар арқылы сіздерге сұрақ қоямын. Қанеке, бұл яғни бірінші тапсырма 136 бет. Қанеке, бірінші сұраққа кім бірінші 10-шы ұпайды, Қанеке? Кім аттап аткен ұяшықта? Кім жауап берді? Мен Ал, бастай қойыңыз. Ал. Мен көрсем. Я, әрине болады. Я. Бірінші сұрақ, келбетті, сұлу, көрікті, ұсқынсыз, сүйкімсіз, және тағы басқа детальдерді сөздер көп. Бұл сөздер қалай қайдан пайда болды? Қанеке, сұраққа жауап беріңіз. Бірінші сұраққа. Кім жауап береді екен? Яғни бірінші сұрақтар, бірінші тапсырма 136 беттегі. Осы сұрақты сіздер қалай түсінесіздер? Я, оғым айта қойыңыз. Келбетті, сұлу, көрікті, ұсқынсыз, сүйкімсіз деген сөздер, олар адамның пайда болуынан бастап пайда болды. Жарайсыз, тамаша. Ал, Қанеке, екінші ұяшықты кім таңдайды екен? Қанеке, қыздар, ұлдар, оқушылар? Ал? Апай, мені Қандай қойыңыз? Апай, мен жауап беремін. Жарайсыз. Ал, екінші ұяшықта? Апай, мен жауап берсем болады ма? Екінші ұяшықта бұл дұрыс па? Мен жауап берейінші, апай. Қанеке, жауап бере қойыңыз, айта қойыңыз. Апай. Я, айта қойыңыз. Балауыз айта қойыңыз. Мен айтсам. Я, айта беріңіздер, жауап беріңіз. Адамды сырт келбетіне дүниесіне қарап бағалау керек деп ойлаймын. Неге? Бұл бағалау сізге дұрыс па, яғни? Қалай ойлайсыз? Мен айтсам болады ма? Я, айта қойыңыз, пікіріңіз білдіре қойыңыз. Болмайды. Себебі оның сырт келбеті жаман, ұсқынсыз болса да ішкі жан дүниесі мейірімді болуы мүмкін. Я, яғни сырт келбет алдамшы болуы да мүмкін, я? Бірақ әр адамның өзінің ой пікірі бар. Ешкімге біз дұрыс емес деп айтуға хақымыз жоқ, я? Жарайсыздар, өз пікірлеріңіз болғанына қуаныштымын. Ары қарай жалғастырсақ, үшінші ұяшықты кім таңдайды? Қанеке? Кім таңдайды екен? Оқушылар? Апай, мен таңдаймын. Ал, таңдай қойыңыз. Ал, өмір салты деген не? Өмір салтының сыртқы келбетке қандай әсері бар? Ал, айта қойыңыз. Айта қойыңыз. Өмір салты дегеніміз, яғни күнделікті істейтін өзіміздің ісіміз. Өмір салтының сыртқы келбетке қандай егер де біз күнделікті өзімізді сонда біз ұмытпаймыз, және де егер де біз өзіміздің сыртқы келбетіміз үшін келбетке де сыртқы келбетке әсері болады. Ал, төртінші ұяшықты кім таңдайды екен? Сиқырлы ұяшықты? Қанеке? Ой, жарайсыз. Балауса, сізге сыйлық, яғни 10 ұпай алдыңыз. Жарайсыз. Ал енді 5-ші ұяшықты Қанеке кім таңдайды екен? Я, әрине. Ал, кеттік. Сұрақты оқимыз. Адамның сыртқы келбеті мен мінезінде байланыс бар ма? Қанеке кім айтады екен?
айтсам бола ма? әрине болады, айта қойыңыз. Адамның сыртқы келбетіне мінезі бір-бірімен тығыз несімізден басқа. Жарайсыз. Ал енді сіздерге міне, мен арнайы сіздер үшін дайындалып келген едім. Сырт келбет алдамшы деп жатамыз. Дегенмен көз жан сарайының айнасы болса, бет әлпетіңізді, ішкі әлеміңізден сыр беретін білетін боларсыз. Яғни сіздің дидарыңызға қарап ақ жан дүниеңізді жақын тануға болады. Мәселен, жүзінен нұр шашып тұрған жандар көркем мінезді, мейірбан болып келеді. Дегенмен адамның бет пішініне қарап, мінездік даралығын барлығымыз бірдей бағамдай бермейміз. Өзіңізді қызықтырған тұлғаны танығыңыз келсе, назар салыңыз. Беті томпақ адамдар, олар көбіне әзіл қалжыңға бір табан жақын болады. Беті сопақ адамдардың, олар мысалы бір беткей қатал көбіне жаңағы бір нәрсені ғана ойлайтын, бір жақты ғана ойлайтын адамдардың әзілді түсіне алатын және басқа адамдарға да әзілді орнына қолдана алатын, және өзін ғана емес, осы айналадағы ортаның да көңілін көтере білетін адамдардың беттері домалақ болады. Мұндай жандар өкпешіл әрі сезімтал келеді. Кез келген дүниені жанына жақын қабылдап, әр нәрседе шешімді тек жүрегімен таңдаған жөн көреді. Ал адамның көңілді немесе депрессияда жүрген маңдай сызықтарынан анықтауға болады. Екі қастың ортасындағы әжімдер мінез ауырлығының белгісі. Мұндай жандар көзқарасы салмақты, білімі ой үстінде жүреді. Маңдайыңыздың көлемінде сіздің болмысыңызды бағамдауға көмектеседі. Мәселен, көп оқыған, көп ізденетін, көп нәрсені білсем деген, және де ол өзіндегі жаңағы өмір тәжірибесін басқалармен еркін түрде бөлісе алатын адамдардың мысалы маңдайлары өте кең болады. Бұл маңдайдың кішкентай болуы ол адамдардың басқа адамдармен тіл табысу кезінде қиыншылықтар тудырады және ол адамдар көбіне қысқа жаңағы терең ойламайтын, осы бүгінгі күнмен ғана өмір сүретін адамдар. Әр адамның тұлғасы тәрізді қайталанбастық мінезіне де тән. Әркім өз мінезін танытады, басқаның мінезіне баға береді. Адамның қадір қасиеті де көбіне осы мінез арқылы бағаланып жатады. Ортаға өнермен емес, мінезімен сисат деген сөз текке айтылмаған анық. Сондықтан келісті мінез көкке шығаратынын естен шығармайық. Ал Сырт келбет алдамшы деп жатамыз. Енді сіздерге ары қарай, яғни бұл сіздерге сыйлық ретінде болған, иә? Осы видео арқылы сіздер өздеріңізге жақсы ақпарат тыңдадыңыздар деп ойлаймын, иә? Ары қарай сіздерге жалғастырсақ, сіздер енді 4-ші тапсырманы қарасаңыздар. Яғни сіздерге мысалы одан кейін жаңағы жалғастырайық. Бұл яғни 6-шы тапсырмаға келсек. Кешіріңіздер, қазір күте тұрыңыздар. Міне, қазір. Қазір күте тұрыңыздар. Сіздерге 4-ші тапсырманы, яғни тыңдалым жүргізіледі. 136-шы бет мәтінді тыңдау. 4-ші тапсырмаға қарайсыздар ғой, иә? Міне. Иә. Жарайсыздар. Көрдім. Адам көргіш жіберек, киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады деген мақалдар бар. Дүниеде әр халықты басқа халықтардан ерекшелеп тұратын салт дәстүрі, шерасы мен киер киімдері, сыртқы түрі мен келбеті болады. Сондықтан сыртқы келбеттің де әркімнің өз ұлтының, халқының мәдениетіне, таным түсінігіне сай болу шарт. Бұл өмірде адамдардың жан дүниесін танып білу. Әрқайсының сана сезіммен санаса келіп, олардың жеке дара өзгешеліктерін түсіне білудің маңызы айрықша. Ол әрине, өзара қарым-қатынас жасау, сыйласу барысында анықталатын жайттар. Бұл өмірде адамдардың жан дүниесін танып білудің, әрқайсының сана сезіммен санаса келіп, олардың жеке дара өзгешеліктерін түсіне білудің маңызы айрықша. Ол әрине, өзара қарым-қатынас жасау, сыйласу барысында анықталатын жайттар. Өмірдің бір орында тұрмайтыны белгілі. Адамның айналасы мен жағдайлар үнемі өзгеріп отыратындықтан, оның психикасы да біртіндеп өзгеріске түседі. Бірте-бірте мүлде бөгде өмір салты қалыптасады. Соған қарамастан, адамтану бойынша зерттеу жүргізушілер адамның сыртқы кескін келбеті, жүріс-тұрысы, сөйлесу, сәлемдесу әдебі, ұйықтау, отыру мәнері арқылы оның қандай мінезді, ақыл парасатының, ерік күшінің, белсенділігінің қаншалықты екенін аңғаруға болады деп есептейді. Жарайсыздар, енді осы сіздер 4-ші тапсырмаға тыңдалымға қарадыңыздар, иә? Енді сіздерге осы сиқырлы ұяшықтарында бар, яғни 6-шы тапсырма
137-ші бет. Аша қойыңыздар. Мен жауап берсем бола ма? Ал кеттік, бірінші яшықты кім таңдайды екен? Кәнекей? Балауса. Ал мәтін авторының негізгі айтпақ ойы не? Жаңа сіздер тыңдалым мәтінді тыңдадыңыздар ғой. Яғни бірінші сұрақ. Айта қойыңыз, өз ойыңыз айта қойыңыз. Мәтін автордың негізгі айтпақ ойы адамдардың өзара қарым-қатынас жасау, сыйласу барысында сыртқы келбеті анықталатыны. Яғни дұрыс айтасыз, жарайсыз. Ал екінші яшықты кім таңдайды? Жауап береміз. Адам көркіш жіберек деген мақалды қалай түсінесіз? Аяулым. Айта қойыңыз. Көркіш жіберек секілді, яғни адамның сыртқы келбеті не дегенмен алдамшы болады, ал ішкі келбеті алдамшы болмайды деген сөз. Мен айтсам бола ма? Өз пікіріңіз білдіріңіз, балауса. Киім адам көркін ашады. Менің ойымша адам көркіш жіберек дегеніміз, егер адам әдемі киім кисе, онымен бәрі танысқысы келеді. Яғни адам киіміне қарап қарсы алып, сөзіне қарап шығарып салады, жарайсыздар. Ал енді үшінші яшықты кім таңдайды екен? Апай, мен таңдасам бола ма? Таңдадық, кеттік. Адамның дамып қалыптасуы неге байланысты? Адамның дамып қалыптасуы өмір сүру ортасына қарым-қатынасқа байланысты деп ойлаймын. Жарайсыз, тамаша. Ал Кәнекей 10-шы яшықты таңдайық. Бұл кімге бұйырды екен? Яғни, балауса, Кәнекей кімге бұйырды? Кәнекей, бұл балаусаға, жаңағы алдыңғы яшыққа дұрыс жауап берген үшін сізге 20 ұпай. Ал енді 20-шы яшықты кім ашады екен? Карина, ал сіз жауап бере қойыңыз. 4-ші сұрақ. Адамның сыртқы келбетіне қарап, қандай адам екенін білуге бола ма? Мен жоқ. Кейбір кезде адамдардың сырт келбеті әдемі болса, ішкі жан дүниесі нашар, мейірімсіз болуы мүмкін. Яғни адам сырт келбетіне қарап білуге де болмайды, мысалы. Әр адам бірден тани алмаймыз. Ол адаммен қарым-қатынас жасап қана сөйлесу арқылы ақылын санасына қарап адамның қандай екенін білуге болады. Жарайсыздар, тамаша. Ал Кәнекей 30-шы яшықты кім ашады? Кім табады? Ал таба қойыңыз. Ал мәтіннің әр абзацына қандай тақырыпшылар қоюға болады? Кәнекей. Менің ойымша бірінші бөліміне адам көркіш жіберек, екінші бөліміне адамның жан дүниесі деген тақырыпшалар қоюға болады. Тағы кім өз пікірін айтады екен? Кәнекей оқушылар тағы кім айтады? Айта қойыңыздар. Әр абзацына білесіздер ғой, мәтіннің. Қандай тақырыпшылар тағы кім? Мәтіннің бірінші абзацына адам киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады. Деген тақырып қоюға болады. Ал екінші абзацына адамдардың жан дүниесін танып білудің Жарайсыз. Енді біз арғарай. Ал кеттік. Енді біз 10-шы яшықты таңдайық. Ал мәтінге қандай атылайық? Неге? Кім жауап береді? Кәнекей оқушылар? Кім бар? Айта қойыңыздар. Ал балауса тағы жауап бересіз? Жарайсыз. Менің ойымша мәтінге адам көркіш жіберек деген тақырып лайық. Себебі бұл жерде адамның сырт келбеті туралы, яғни адамды киім әдемі қылып көрсетеді деген сияқты айтылған.
Ал тағы кім пікірін айта алады екен? Оқушылар? Мен айтып көрсем бола ма тақырыпты? Айта қойыңыз. Мен осы мәтінге адамның жан дүниесі мен сырт келбеті деген тақырып қояр едім. Себебі осы мәтінде адамдардың сырт келбеті жан дүниесіне ұқсамайтыны және жалпы Нақты тақырыбын, бір тақырып айтсаңыз, бір сөзбен ақ. Я мәтінге. Я жарайсыз, Карина. Мен бұл мәтінге сыртқы келбет алдамшы деген тақырып қояр едім. Я, ал сіз енді дәлде кетсеңіз, сырт келбет, яғни алдамшы, қалай ойлайсыз сонда? Себебі бұл мәтінде сыртқы келбеттің алдамшы, ішкі келбеттің ақиқати. Біз қаншалықты сырт келбетке қарап, кейбір адамды әдемі, кейбір адамды жаман дейміз, бірақ іш жан дүниесі ол адамдардың басқаша болуы мүмкін. Жарайсыз. Барлықтарыңызбен толықтай келісемін. Әркімнің өз пікірі болғанына өте қатты қуаныштымын. Жарайсыздар. Ал енді 20-шы яқ шықты. Кім таңдайды? Кәнеки? Кәнеки, кімнің жолы? мен таңдасам бола ма? Я, әрине. Ал көрейік. Жарайсыз. Кәнеки, сізге 20 ұпай. Апай, жолыңыз болды. Жарайсыз. Енді сіздерге үйге тапсырма алсаңыздар. Жазылым 7-ші тапсырма 137-ші бет. Жазып алыңыздар барлықтарыңыз. Яғни біріншісі мәтінде қолданылған деректі дерексіз аттесімдерді теріп жазасыздар. Екіншісі мәтіндегі синоним бола алатын сөздерді анықтап, оларды мысалмен бірге жазасыздар. Барлықтарыңызға түсінікті ме? Үйге тапсырма 7-ші тапсырма 137-ші бет. Барлықтарыңызға түсінікті ғой, иә? Жазып алдыңыздар ма? Я Жарайсыздар. Мен сіздермен қуаныштымын. Ал енді рефлексия. Сіздер бағдаршамға қарап отырып, міне өздеріңіздер білесіздер, иә? Жасыл, сары, қызыл. Кәнеки, кімге қалай? Сабақ біреуге түсін. мен айтсам бола ма? Я, әрине, айта қойыңыз. Менде жасыл шам, себебі маған сабақ ұнады. Сабақты берілген оқу материалын Я. Жарайсыз. Рахмет сізге. Сабақтың материалы ұнады және. Я. Тағы кім қалай? Өзінің ойын. Жасыл қатты ұнады. Маған мен жасыл түсті таңдаймын, себебі бұл сабақ маған ұнады және де өте көңілді болды. Сабақта түрлі жаңа материалдарын, оқу материалдарын жете түсіндік. Жарайсыздар. Көп рахмет сіздерге. Бұл сіздердің пікірлеріңізден қуаныштымын. Енді сіздер мектеп онлайнға кірсеңіздер, иә, барлықтарың? Жарайсыздар. Қалған оқушылар, сіздер мектеп онлайнға кіре қойыңыздар. апайым сабақ берген үшін рахмет. Көп рахмет. Сау болың. Көп рахмет сіздерге. Назарларыңызға рахмет. Данира, Әйгерім, рахмет сабақ бергендеріңе. Мен жекелеріңе жазам ғой, апайларың отыр ғой, иә мұнда? Саламатсыздар ма? Мынау сабақтарыңыз аяқталып қалды ма? Мен жаңа көріп жатырмын, мына сілтемеңді Әйгерім деген. Кіре қалсам, аяқталып жатсындар екен. Сонымен, сабағың қазақ тілден өтіп пе еді?
Иә, апай, қазақ тілде. Мен WhatsApp желісінен сіздерге группаға. Әйгерім жауап берсейші. Иә, мен Аха, жақсы. Ол сілтемеңді жаңа көріп отырмын мен, Әйгерім. Аха, жаңа көріп отырмын сілтемеңді. Өзім сабақтан жаңа шыққам ғой. Өзім студент. Содан кіре қалсам, сабағың уже аяқтап қалыпты. Иә, сізде алдына. Жаңа кіре қойып жатсам, сен аяқтап жатыр екенсің. Аха. Манат апай, қалай біздің қыздар? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Балаларыңыз келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Рахмет, бірге болсын. Екі қызыңыз өте тамаша бала, жақсы, айтқаның бәрін жақсы орындайды. Бірақ балалар бірінші осы жаңа жылға дейін жақсы берді, одан кейін беріп тұрғаны 390-да осы бүгін, содан кейін әдебиеттен кеше берді. Мынау Әйгерім ашық. Әйгерім. Иә, апай, мен даусым естіліп тұр ма? Ашық сабақ беді ма? Иә, апай. Жарайды енді. Келесіде бір кәдімгі дәстүрлі сабағың болады ғой, сол кезде мен шақырсаң, иә? Жақсы, апай, әрине. Аха. Рахмет, Манат апай, өздеріңіз болып, енді аман балаларда былтырдан бастап сондай практика өтесіздер деп. Балалар енді 3-90-да осы кеше әдебиеттен берді, бүгін қазақ тілінен берді, әйтпесе өздерінің сабағына қатысты ғой, мектепке келгені кеше бүгін. 2-90-да берді, айтқаның бәрін тыңғылықты орындайды, бүгін талапқа сай, одан кейін тіптен тыңғылықты бала, оқушылар бәрі сабағы сай болды. Тақырыпқа сай, енді бізде негізінде 20 минут балалар мектеп онлайнмен жұмыс істейді, мектеп онлайнға жұмыс істеуге кетті балалар. Оны мен қадағалаймын қазір. Рахмет, Манат апай, өздеріңіз бақылып сіздер әйтеуір балаларға жақсы нәрсе дүниелерді көп үйретіп жатырсыздар ғой. Енді Әйгерім осы сабағыңды жазып алдың ғой, е? Иә, апай, записке неге? Иә, записке жазып алдым. Иә, апай, жазып алдым. Жіберсең, кейін ана бізде әдебиетті беретін тәлімгерің бар, сосын мен бар қазақ тілден, сол біздерді талқылаймыз ғой сабағыңды кейін. Иә, апай, записке жазып алдым, сақтап алдым өзім. Рахмет сіздерге. Жақсы. Рахмет сіздерге. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы, рахмет, аға, Әйгерім, жақсы, сау болыңдар. Рахмет сіздерге. Әйгерім, 1-2 минут тозақта тұрасың ғой? Иә. Шығып кетті ма? Неге шығып кетті, Дамира? Білмеймін, апай. Интернет істемей жатқан шығар. Әйгерім, сендер жаңа мен оқу мақсатымен толығымен жұмыс істеп тұрмын. Негізінде апай, кешіріңіз, сенде тақырып естілмей жатыр. оқу мақсат. Әйгерім, жақсы.
Сенің интернетіңнен сен қайта қатып қалып жатсың. Жаңа да сөйттің. Жақсы, сау бола ғой, мен жекеге шығып айтамын, жекеге. Рахмет апай.